Қайырлы күн, эфирде бәріміз үйдеміз жобасы. Бүгін біз ақын Бақыт Беделханмен онлайн байланысқа шыққан едік. Қайырлы күн аға, амансыз ба? Армысыздар, амансыздар ма? Ораза қабыл болсын. Рахмет аға. Сізге жарыңыз Айзаданың анасының қазасына орай көңіл айтамыз. Соңғы 2 жыл сіздер үшін сынаққа толы болды. Жарыңыздың қазір денсаулығы қалай? Рахмет, Айда. Қазір тәбір. Көңіл айтып жатсыздар, ниеттеріңіз қабыл болсын. Анадан айырылу оңай емес қой. Айзада үйдің кеңдесі. Қазір бұл жағдайға байланысты өзінің ауылында, туған елінде, бір қаласа сыртын өткізгеннен кейін барып бірге қайтады. Психологиялық тұрғыдан өз-өзіне келді ме? Не айтады сізге? Қазір жақсы. Енді 1 жыл 4 ай деген уақыт оңай емес. Қазір қалыпты жағдай. Қанша дегенмен анандай жағдайдан кейін дәл бұрынғы қалпына толық келу ол уақыттың еншісіндегі нәрсе екен. Сонда да бірте-бірте тәуір болып келе жатыр. Дегенмен Құдайдың сынағы ауырып тұрдым, аунап тұрдым деген сияқты мынандай жағдайдан кейін бәрібір басқаша көзқарас адамда пайда болады. Жақсы жағынан жан дүниесі, жүрегі мүлде жаңаша әлемді қабылдау, жаңаша көзқарас. Ең бастысы мен қуанатыным жүрек көзі ашылғандай, әлемді басқаша қабылдағандай әсерде жүр, мен соған қуанамын. 15 сәуірде ғашықтар күнде жұбайыңызға өлең арнапсыз. Сен кешір мені, ғафу ет, тағы өтінем деп басталады. Ренжіткен сәттеріңіз көп болды ма? Жалпы мен семьяда айғай шығарып, ұрыс керіс, төбелес болып жатады ғой талайлар, сыңғырлар. Ондайға жоқпын. Ренжітпеу мүмкін емес ер адамға. Біздің кішкене ерлігіміз бар. Одан кейін ел ішінде жүретін шаруамыз бар. Бірде ерте, бірде кеш деген сияқты әртүрлі жағдайлар болады. Сол кезде ренжуі мүмкін, көңілін алуы мүмкін, әйел адам болғанда. Бірақ мүмкіндігінше ұрыс керіс жасамауға тырысамын. Адам ренжітпеймін деген адамның өзі, мысалы, Айзада екеуміз бірге келе жатқанымызға биыл 26 жыл болады. 26 жылдың өзі былай қарағанда күміс той деп жата ма, 25 жылдың өзі сол сияқты одан басып барады екен. Оның арасында ренжіткен жерім болса, Айзадаға ғана емес, жалпы айналама кешірім сұрау өлең ғой. Енді сіз ақынсыз, осы қазіргі эстрада әндерінің сөзіне қандай баға бересіз? Өсу бар ма, тоқырау бар ма? 90 жылдардан бастап эстрада ән өнері біршама дамып келе жатыр. Әрине тоқырауы да болды, дағдарысы да болды. Мынау өзбектің әндері даулап кеткен кездер болды. Оны ысырып шығатын талантты композиторлар, әншілер шықты. Оған бағдарын, барысын білеміз ғой, жобасын. Қазір жақсы келе жатыр, дұрысталып келе жатыр. Себебі жүз жерден оны сына, әңгіме айт, неше түрлі пікірде бол, көзқараста бол, бірақ заман өзінің қажеттілігін қалбырлап алады, тұрттап шығарады. Сондықтан да уақыттың талабы, заман талабы. Эстрада әншілерінің өзіне де біраз сын болып жатыр деп ойлаймын. Қазір баяғы қос сөз, күйдім, жандым, ғашық болдым деген дүние емес. Қазір бір эстетикалық бір көркемдігі бар, елдің рухын оятатын, елдің ынтымақ бірлікке шақыратын, адамның жан дүниесіне бір рухани азық болатын дүниелер бой көрсетіп келе жатыр. Мен соған қуанамын. Сіз Мейрамбек Беспаевпен бұрыннан доссыз. Неге Мейрамбек айтатын әндерге жиі сөз жазбайсыз? Жалпы мен жарнаманы немесе өз-өзімді бір жерге қыпалауды өте жақтыра бермеймін. Мейрамбек енді бір жағы бауырдай болып кеткен досым. Ол 11-ші сынып оқып жүрген кезінен білеміз. Арамыз бірақ жас. Содан бірге келе жатырмыз. Қазірге дейін араласамыз.
бірақ енді өзінің қисыны келмей жатқан шығар. Әйтпесе көңіл таза, жүрек ақ. Мен сол Мейрамбек бір мюзикл қойсам, мюзиклда ойнасам деген бір арман тілегі бар. Оған мен ешкім емеспін дейтін мюзиклді бастағам Мейрамбек ағама жазып. Құдай қаласа соның бір нәтижесі болып қалар деп ойлаймын. Мейрамбектің әндеріне сөз жазып жатқан ақындардың нашарын көрген жоқпын. Мейрамбектің өзі де талғамы жоғары, сөзге өте ұқыпты, ыждахатты қарайтын әнші. Сондықтан әлі шығармашылық байланыста боламыз деген ойдамын. Аға, сіз үнемі шляпа киіп жүргендіктен сізді осы бас киімсіз елестету қиын екен. Бұл бір стиліңіз сияқты ғой. Қанша шляпаңыз бар бір басыңызда? Енді шляпа бар енді. Кезінде белгілдеп жүрген кезде кім мықты өлең жазады, соған шляпа подарок етемін, қалпақ сыйлаймын деп қалжыңдайтын. Сол сияқты артынан ерген талантты қас жарған жігіттер бар. Олардың біразына шляпа таратқан кездерім болған. Ерлан Жүніс, Мақсат Мәлік, Бейбіт Сарыбай, сол сияқты талантты азаматтар. Сол сияқты менде санап жатқан жоқпын енді. Уақытқа қарай, мезгілге қарай ауыстырып тұрам, бірақ оны соншалықты бір сәндеп, құрметтеп, қошеметтеп киемін, ол кәдімгі бас киім, өзімнің стилім. 15 жылдай болып қалды ғой сол шляпамен келеді. Ал енді бүкіл елге танымал ақынсыз ғой. Бір басыңызда қанша үйіңіз, қанша көлігіңіз бар? Ең қызығы. Мен Алматыға келгелі 28 жыл болды. Мен пәтерде тұрам десем ешкім сенбейді. Екі рет Алматы қаласының әкімшілігінен үй берілетін болып қуанып жүрген кезде белгілі бір себептермен, немесе белгісіз себептермен білмеймін. Қызылып тасталдым. Әйтеуір елдің арасында, ел ішінде нәпақамды тауып жүргеннен кейін машинеде болды, жүрдік. Бірақ қазір машинеде жоқ, үйде жоқ, өзім жеке басында. Пәтерде тұрып бардым. Өкімет бір үй қарыз деп жүрміз ғой. Ал өкініш бар ма? Жалпы өкінбейтін адам жоқ. Кез келген дүниесінде пендеміз ғой. Қателік болады, әттең ай дейтін нәрсе болады. Сондықтан да менің өкінішім болғанның өзінде, менің өлеңімде де бар сол. Өкініш деген мен үшін өкініш емес ол, өнеге дейді. Ол адам өкінішті өзін өнегеге айналдыра білу керек. Коммуналдық төлемдерді үйден шықпай менің Билайным қосымшасы арқылы төлеуге болады. Төлем теңгерімнен ұсталады. Сол себепті оңай әрі қауіпсіз. Билайн, жарқын жақта өмір сүр. Сіз жазушылар одағында басшылық қызметтесіз. Әр саланың өз проблемасы бар. Ақын жазушылардың ең өзекті деген 3 мәселесін айтып беріңізші. Жалпы ақын жазушыларға қажетті нәрсе өте көп емес. Ең бастысы артымызда қаулаған жастар келе жатыр. Бірінші, ақын жазушыға жағдай керек. Үй жағдайы. Екінші, ақынды өлтіру үшін оқ шығындап, еңбек жалдап керегі жоқ. Елемей қойсаң, ол өзі ойлайды. Сол сияқты ақынды назарда ұстай білу, құрметтей білу керек, сыйлай білу керек. Үшіншіден, ақын адамға қоғамның, заманның мінберінен орын болып тұруға керек. Бізде қазіргі қоғамда ақынның орнын халықтың арасында осындай әлеуметтік желі арқылы ғана көреміз. Негізі ақын жазушылардың қоғамдағы орны кәдімгі үлкен билікте мінбері болу керек. Осы 3 жағдай болатын болса, қазақ руханиятының үлкен қазаны қайнап жатады деп ойлаймын. Карантинде жатып, осы жағдайға орай бір емес бірнеше өлең туыпты сізде. Содан бір 2 шумақ оқып бересіз бе? Санамдағы сансыз сұраққа, жауап таппай түсем ылғи мың отқа. Жанардағы жаңбырыма малшынып жын қаққандай боламын сосын жырақта.
жыңғатқандай жылап алайын, сен бірақ та жұбатпа. Кейде осылай қашып кеткің келеді, жүйкедегі тозақтан, жүректегі тұмаққа. Керемет аға, рахмет. Уақытыңызды бөліп бізбен байланысқа шыққаныңызға аман болыңыздар. Рахмет сіздерге де рахмет, шығармашылық табыс тілеймін. Flash Up Energy күні бойы сергек жүруге мүмкіндік беретін алкогольсіз энергетикалық сусын. Оның құрамында кофеин мен тауриннен бөлек Б дәрумені кешені мен С дәрумені бар. Тәтті сусын энергия мен күш қана беріп қана қоймай, алға қарай биік белестерге ұмтылтады. Flash Up Energy мен бірге сергек бол, иде бол. Ал қазір аздаған жарнамадан соң әріптесім Наталья Райм бағдарламаны әрі қарай жалғастырады. Арнамыздан ауыспаңыздар.